Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеомызда 50 мың теңге жәрдемақыны кімдер алатыны туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар мен де осы жәрдемақыны ала аламын ба дейтін жандар видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Жалпы бұл жәрдемақыны Қазақстан Республикасының барлық тұрғындарына арналмаған. Тек қана 80 мың адамнан асатын қалалардағы 7 топтағы адамдарға берілетін жәрдемақы. Солардың алғашқысы көп балалы аналар. Екінші топтағылар мүгедек жандылар. Үшінші топтағылар мүгедек жандыларды асыраушылар. Төртінші топтағылар ең төмен зейнетақы алатын зейнеткерлерге беріледі. Бесінші топтағылар Ұлы Отан соғысының ардагерлері. Алтыншы топтағылар тыл ардагерлері. Жетінші топтағылар атаулы әлеуметтік көмек алатын жандарға берілетін жәрдемақы. Сонымен қатар біздің видеомыз ұнаса, бізге лайк басып, комментарий қалдырып, каналымызға жазылуды ұмытпаңыз.